Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі раскладымызды қыздар сіздерге арнайтын боламыз. Егер де жұбыңызды күтсеңіз не болады? Яғни қимай жүрген болуларыңыз да мүмкін, қарым-қатынастарыңыз әлсіреп деген сияқты. Әлде кеткенім дұрыс па деп өзіңіз бір сезіп жүрген болуыңыз да мүмкін. Жұбыңызды күтіп нақты қадам жасағанын, сізге сенімділік бергенін күткеніңіз дұрыс па? Болатын қарым-қатынас па, жоқ әлде сол қарым-қатынасқа өзіңіз нүктесін қойып кеткеніңіз дұрыс па? Кетсеңіз не болады егер де нүктесін қойып? Сіздің өміріңізде не болады, және жігіт сіздің тоқтатуға тырысып қарым-қатынас жасауға сенімділік береді ме, жоқ па, соны да көретін боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Соңында сіздерге кеңес көретін боламыз. Осы ситуацияларыңызға байланысты оракулдан кеңес көреміз соңында. Лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Сіздердің ішкі интуицияларыңыз не дейді? Соны да жаза отырыңыздар. Кеткеніңіз дұрыс па, жоқ әлде қалғаныңыз дұрыс па? Күтіп қанша болса сонша уақыт көретін боламыз. Бірінші, егер де сіз бұл ер адамды күтсеңіз қалай болады? Егер де күтетін болсаңыз, бұл ер адамды күтетін болсаңыз, күтіп жүре беретін болсаңыз, бұл жерде бұл ер адам қарым-қатынасты аяқтайды, нүктесін қойып тастайды деп айта алмаймын. Бұл ер адамды созып жүре беруі мүмкін. Өйткені араларыңызда көп жаңағыдай енді өтірік сөздерде болуы мүмкін деп көрсетіліп тұр. Сізге көңіл айтатын басқа да ер азаматтар болуы мүмкін. Содан қызғаныш пайда болуы және қарым-қатынасқа бұл жерде ер адам немқұрайлы қарауы мүмкін. Қулық жасап кішкене сізге өтірік сөйлеуі мүмкін. Бос болса да бос емеспін деген сияқты қашқақтаулар, бір үлкен жауапкершілік алып сізді әрекетін жасамауы мүмкін. Яғни сізге сенімділік бермеуі мүмкін, егер де күте беретін болсаңыз деп көрсетіп тұр. Яғни бұл жерде сіз күте беретін болсаңыз, ер адам бұл жерде үзілді кесілді қарым-қатынасты тоқтатып кетпейді. Кішкене жаңағыдай араларыңызға бір арадағы сөздер кедергілі болуы мүмкін. Орталарыңызды бір нашарлататын сөздер, өсектер болуы да мүмкін. Немесе ер адамның өзінің өтірік сөйлеуі деген сияқты да болуы мүмкін деп көрсетіп тұр. Яғни араларыңызда бір таза шындықтың болады деп айта алмаймын. Егер де күте беретін болсаңыз, мүмкіндік бар, мүмкіндік бар. Бірақ бұл ер адам қашқақтау, үнемі жолда жүріп кету, немесе жұмысы сол жолға байланысты болуы мүмкін бұл ер адамның. Яғни бұл жерде знак зодиакасы тоқты, таразы, суйғыш болуы мүмкін. Енді бұл жерде таро картасы болғаннан кейін знак зодиакаға қатты мән бермегенде дұрыс. Яғни кейбіреулеріңізге тура келіп жатырса, бұл жерде общий расклад болғандықтан мен әртүрлі нюанстарды айтып кетіп жатырмын. Керегін өздеріңізге алып, керек емесін ысырып қоясыздар. Яғни күтетін болсаңыз, мүмкіндік, шанс, үміт деген нәрсе бар. Яғни қарым-қатынастарыңыз бұл жерде жақсарады деп те айта алмаймын. Бәрібір де іште сұрақтар қалып қалуы мүмкін. Сізді бұл ер адам жаңағыдай талқыламай қарым-қатынасыңызды, үнсіздікке кетіп қалуы мүмкін деген сияқты. Бірақ қарым-қатынас не бар, не жоқ екенін түсінбей қалуыңыз мүмкін. Әсіресе сіз бұл жерде көп ойлану, толғану, ішкі арпалыс. Бұл яғни мені жақсы көреді ме, жақсы көрсе неге қадамдар жасамайды, жаңағыдай кездесу деген сияқты, көңіл бөлу деген сияқты нәрселерді неғып жасамайды деп ойлануыңыз мүмкін. Ал егер де ұнатпайтын болса, неге маған жаңағыдай қош бол деп неге өйтіп нүктесін қойып бұл кетпейді деген сияқты сіз екі ортада қалып қалуыңыз мүмкін. Белгісіздікте қалу, яғни ең жаман нәрсе, ең адамды қинайтын нәрсе белгісіздікте. Жаңағыдай жібермейді, жаңағыдай керемет қатынаста жасамайды деген сияқты. Екеулеріңіз король королева мечей болып түсіп тұрсыздар. Бір-бірлеріңізге суық, бірақ бір-бірлеріңізден хабар алмасып тұратын боласыздар, егер де сіз күте беретін болсаңыз. Күте беретін болсаңыз, үміт те бар, бірақ ол үміт үлкен бір жарық шам деп айта алмаймын. Өйткені сіз үнемі бір белгісіздікте болып қалуыңыз мүмкін деп көрсетіп тұр. Яғни белгісіздікте болып қалуыңыз мүмкін.
егерде сіз бұл ер адамды күтемін деп шешім қабылдаған болсаңыз, күтемін деп, өзіңіздің көңіліңізді жай қылуыңыз керек. Яғни қатты уайымдау, қатты переживание деген нәрсе керек емес. Өміріңізді жаңағыда ақша табуға, жұмыс жасауға көңіліңізді бөлгеніңіз дұрыс. Тек қана бұл ер адамды ойлап отыра бермей, басқа да өмірде керек нәрселерді қарап, ізденіп, ойыңызды бөлгеніңіз дұрыс. Бұл жерде сіздер егер де күтетін қыздар болатын болса, мен күткім келеді, мен күтсем жаңағыда бір қарым-қатынас сақтап қалатын сияқтымын деген сияқты ойларды ойлап отқан қыздар да болуы мүмкін, әйел адамдар. Сол себепті сіздерге кеңес ретінде бұл жерде жұмыс жасап, басқа адамдармен араласу, бұл жерде басқа ер адаммен қарым-қатынас жасап кетіңіз деген сөз емес. Яғни басқа қыздар болсын, әйел адамдар болсын, басқа орта деген сияқты, мысалға спорт залдарға барыңыздар, жаңағыдай жүзу, тағысын тағы деген сияқты нәрсе. Өздеріңіз жандарыңыз қалаған, яғни сурет салу деген сияқты, сондай кружоктарға деген сияқты өздеріңіз ойларыңызды бөлуге, өзіңіздің бір талантыңызды, шабытыңызды дамытып, басқа нәрсеге көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Яғни қатты беріліп кететін болсаңыздар, араларыңызда бұл жерде ер адам сізден алыстап кетуі мүмкін, шын мәнінде деп көрсетіп тұр негізінен. Енді күтетін болсаңыздар, үміт қана бар деп көрсетіп тұр. Ал егерде нүктесін қойып, бұл ер адамға өзіңіз хабарға шығып, болды, енді сенің қарым-қатынасың маған жылулық сыйлап тұрған жоқ, көңіл бөлмейсің, осымен мен нүктесін қоямын деп айтқысы келіп отырған қыздар, әйел адамдар болатын болса, оны көрейік. Егерде нүктесін қойсаңыз, сіздің өміріңізде не болайын деп тұр? Нүктесін қойсаңыз. Армандарыңызға деген кішкене жол ашылуы мүмкін, көңіліңіз кішкене бір жайланады деп айта алмаймын, бірақ мен дұрыс істедім ба, дұрыс істемедім ба, бұл менің негізі тағдырымдағы адам ба еді деген сияқты ойлар сізді кішкене мазалауы мүмкін, егер де нүктесін қойып ер адамға тіке айтатын болсаңыз. Яғни мен нүктесін қоймағанда ол нүктесін қоймады ғой, ол бәлкім осы бір аптада, мүмкін ертең маған сөз салайын деп жатырған шығар, мүмкін қарым-қатынасты өзгертейін деп жатқан шығар деген сияқты ойлар болуы мүмкін. Қыздар ұнататын ер адам жаңағыдай не істеу керектігін біледі, қалай қарым-қатынас жасау керектігін. Сол себепті бұл өздеріңіздің мазаларыңыз кішкене қашуы мүмкін. Бірақ бұл қыздар дұрыс шешім қабылдамадым деген сөз емес. Егер де нүктесін қойсаңыздар, армандарыңызға кішкене жол ашылуы мүмкін, сіз көрмеген бағыттар ашылуы мүмкін. Екі бағыт көрсетіліп тұр бұл жерде, сіз көрмеген, сізге жаңағыдай міне мына жерде қолмен беріп тұр, бір шанс, басқа да мүмкіндік деген сияқты. Сіз бірақ өткен сәттегі нәрселерге қарап қана отырсыз, яғни басқа нәрсені қаламай тұрсыз. Яғни сіз бұл қарым-қатынасты тоқтататын болсаңыз, сізге екі мүмкіндік ашылайын деп тұр. Яғни қандай мүмкіндік? Яғни сіз көрмей тұрған, сіз білмей тұрған. Егер де бұл адаммен қарым-қатынас тоқтататын болсаңыз, сізге екі жаңа мүмкіндік болайын деп тұр. Қандай мүмкіндік? Өміріңізге екі ер адам келуі мүмкін, қыздар. Басқа ер адам келуі мүмкін. Бұл ер адаммен қарым-қатынас үзетін болсаңыз, басқа адам келуі мүмкін деп көрсетіп тұр. Сізді ұнататын, проблемаларыңызды шешетін, өміріңізді жақсы жаққа қарай бұратын, сізді ұнататын адам келуі мүмкін деп көрсетіліп тұр, қыздар. Яғни кейбіреулеріңіздің өздеріңізде, яғни қазір жасырып отырған жұбыңыздан басқа тағы да бір ер адам көңіл білдіріп жүрген болуы мүмкін. Енді қыздар болған екен, бір емес бірнеше ер адаммен араласу, танысып көру деген сияқты болуы мүмкін. Енді әркім тағдыры әртүрлі. Сол сияқты қазірде бір ер адам бар болса, қазір жасырып отырғаныңыздан басқа тағы бір ер адам болатын болса, сіз қазір как будто махаббат үштігінде тұрып не істеріңізді білмей тұрған секілдісіз, басыңыз қатып тұр. Бұл адам ба, жоқ менің адамым, жоқ әлгі басқа адам ба деген сияқты нәрсені ойлап тұрсыз. Яғни басыңыз қатып тұр да, бұл жерде таңдау жасау деген сияқты. Көбінесе бұл жерде қазіргі екінші шыққан король көкке мүмкіндік болатын адам таңдаңыз деп те айта алмаймын. Бірақ сіз жаңағыдай осы жасырып отырған ер адамның нүктесін қоятын болсаңыз, басқа мүмкіндіктер де туындауы мүмкін деп көрсетіп тұр. Жаңа ер адам жолығуы мүмкін, егер де бірақ ер адамға жасырып отырған болсаңыз, содан басқа ешкім жоқ дейтін болсаңыз.
бір ер адам келуі мүмкін, сізді жаңағыдай көңіліңізді аулайтын, жақсы жаңағыдай шет елдерге де апаруы мүмкін, сізге кішкене бір сенімділік, тұрақтылық сөздермен болсын сізге поддержка беруі мүмкін, немесе қаржылай поддержка, жұмыс жағыңызда көмектесуі мүмкін деп көрсетіп тұр. Және де екінші сіздерге жирный точкасын қоятын болсаңыз жұбыңызбен қандай мүмкіндік, екінші мүмкіндік келейін деп тұр сіздерге. Өзіңіздің қорқынышыңызды жеңу, жүктен арылу, тұрмысқа шығуларыңызда мүмкін қыздар деп көрсетіліп тұр. Егерде бұл ер адамнан бас тартатын болсаңыз, басқа ер адамға тұрмысқа шығып кетуіңіз де мүмкін, және де екінші мүмкіндік тағы бір басқа ер адамның жолығуы мүмкін, жирный точкасын қоятын болсаңыздар. Яғни айтып отырмын ғой, егерден сіздер нүктесін нақты қоятын болсаңыздар, бұл ер адам сіздің жаңағыдай артыңыздан келіп қарым-қатынасты жақсартуға әрекетін жасайды ма, сіз нүктесін қойсаңыз. Бұл ер адамда кішкене үнсіздікке кетуі мүмкін, сіздің жаңағыдай, егерде сіз үнсіздікке кететін болсаңыз, жаңағыдай болды деп нүктесін қойып қоштасып кететін болсаңыз, бұл ер адамда үнсіздікке кеткелі тұр деп көрсетіліп тұр. Өйткені бұл ер адамда жаңағыдай сізді қайтадан өзі келеді ме деген сияқты, солай арқылы ойын рөл ойнайтын сияқты, жаңағыдай игра сияқты да, рөл ойнап, мен де үнсіздікке кетейін, бұл өзі қаншалыққа шыдайды екен, қайтадан келе ме екен деген сияқты, сондай ой болады деп көрсетіп тұр. Ал кейбіреулеріңізде ер адамдарыңыз шын мәнінде, кейбір ер азаматтар, ол жерде жұптарыңыз мүлде кетіп қалуы да мүмкін деп көрсетіп тұр. Қыздар, сіздер бәрібір жаңағыдай кішкене депрессивный периодтан өтесіздер деп көрсетіліп тұр, негізінен кішкене де болсын. Бірақ сіздер өздеріңіз табасыздар, өздеріңіздің самооценкаларыңыз көтеріледі, өздеріңіз көтерілесіздер, дамисыздар, тұрмысқа шығып кетулеріңіз де мүмкін деген сияқты, отбасылық бірлікте болуыңыз да мүмкін, басқа өмірде бақытта болуы мүмкін деген сияқты. Одан кейін бұл жерде тек қана жаңағыдай тұрмысқа шығуыңыз мүмкін дегенмен қатар қоймай, жұмыс жағыңызда үлкен өзгеріс болуы мүмкін. Яғни бұл пентакли, 10 пентакли дегеніміз ақша, кейбіреулеріңіз тұрмысқа шығып кетулеріңіз мүмкін, ал кейбіреулеріңіз тұрмысқа шығу не актуально, тұрмысқа шығу маған енді керек емес дейтін болсаңыздар, жұмыс жақтарыңыздан өте тұрақтылық, сондай бір ақша жағынан жолдарыңыз ашылып қалуы да мүмкін. Немесе сіздер жаңағыдай бұл ер адамға қаржы беріп жүрген болуларыңыз да мүмкін, сол сияқты. Яғни артық шығындарыңыз азаяды деген сияқты. Әркімде ситуация әртүрлі, қыздар. Сіздерге жалпы не істеу керек, кеңес көрейік. Оракулдің соңында дегендей, айтқандай, соңында сіздерге кеңес. Өмірге тіке көзқараспен қараңыз. Яғни иллюзияда, арманда өмір сүре бермегеніңіз дұрыс. Кейбіреулеріңізге сумен тазарғандарыңыз дұрыс деп көрсетіліп тұр. Одан кейін жеңіл адамдарға бір жеңіл добыча бола бермеңіздер. Яғни доступная жаңағыдай ақша сұраса ақша беретін, қарым-қатынас жасағысы келсе келіп жасайтын, керек емес кезде іздемейтін, керек кезде ғана іздесе деп құшақ жая қарсы алатын, ондай қыз болмаңыздар. Өздеріңіздің жаңағыдай өздеріңізге әділ болыңыздар, қыздар. Өздеріңізді бір шектеуде, шынжырда ұстамағандарыңыз дұрыс. Егер де жігітіңізді көріп отырған болсаңыздар, қыздар, сіз оған әлі тұрмысқа шыққан жоқсыз, мысалға, сіз независимая, өзіңіз сондай адамсыз, соны бағалағаныңыз дұрыс. Ал отбасылы болып отырғандарға шынайы көзқараспен өмірге қарау керек деп көрсетіліп тұр. Яғни шынайы көзқарас қарау керек өмірде. Сіз де жаңағыдай күйеуіңізге не бола бермеңіз. Жаңағы айтқандай, бір айтқан істеп, соның, енді айтқан істеме деген сөз емес, бірақ өзіңіздің де құныңызды, бағаңызды білгендеріңіз дұрыс, қыздар. Сіз ана боласыз ба, жоқ деп бойдақ қыз боласыз ба, ол маңызды емес. Әркімнің өзінің құны, өзінің бағасы болу керек, және де өзін әйел адам қымбат бағалау керек. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басыңыздар, жекеге шыққыларыңыз келсе жекеге шығыңыздар, көретін боламыз жекеде, талқылап барлығын. Егер де таро картасын қазақша қарапайым тілде үйренгілеріңіз келсе, осылай мен сияқты ашқыларыңыз келсе, үйренулеріңізге болады. Ол үшін де менің жекеме шығыңыздар. Сау болыңыздар.